Сәлем достар, бүгін біз сазан балығының икрасынан осындай котлета жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен икраны осылай қолмен езіп бетіндегі пленкасын аламыз. Достар, маған алып келген кезде балық пен икраны мұз болып тұрды. Сол кезде мен бетіндегі пленкасын алып тастағам. Сіздер осындай кезде езіп пленкасын алсаңыздар болады. Достар, менің каналыма лайк, тіркелу, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Жаңадан шыққан видеомды көре аласыздар. Жақсылап қолымызбен осылай езіп пленканы алып тастаймыз. Енді үстіне бір тал жұмыртқаны, сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Және дәміне қарай тұзды қосамыз. Тұзды қосып араластырып, тағы да сүтті қосып шығамыз. Достар, мен бұны көз мөлшерімен жасап жатырмын. Сіздерде солай жасасаңыздар болады. Аз-аздан оны қосып жақсылап араластырамыз. Өте сұйық немесе қою болмау керек. Орташа етіп алдым. Сіздерде алсаңыздар болады. Онды аз-аздан қоса отырып, және тұзды дәміне қарай қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Бір келкі болу керек, ортасында бірігіп қалған ұндар қалмау керек. Енді сковородкаға аз ғана май құйып, орташа отта қызғаннан кейін осылай қасықпен құйып аламыз. Домалақ етіп. Барлығын осылай құйып шыққаннан кейін асты сарғаяды, сол кезде келесі бетіне аударатын боламыз. Егер кішкентай балық алатын болсаңыздар, икрасы шықпайды. Сол үшін үлкен балық алсаңыздар, икрасы шығады балықтың. Осылай ары-бері аударып, жақсылап пісіріп аламыз. Қатты отта пісірмейміз, себебі тез сарғайып, ортасы піспей қалады. Сол үшін орта отта жай асықпай әдемілеп пісіріп аламыз барлық котлетамызды. Өте дәмді болып шығады. Барлығын шетінен қасықпен құя отырып, осылай бір келкі формада пісіріп аламыз икрамыздың котлетасын. Өте қиындығы жоқ, оңай әрі тез дайындалады. Осылай жасап тұрсаңыздар болады, балық алған кезде, икрасы болған кезде. Балалар сүйсініп жейді. Жақсылап, асықпай, осылай пісіріп аламыз барлық икрамызды. Мен бұның барлығын көз мөлшерімен жасадым. Сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдыда жаңадан видеолар шығады. Міне, біздің котлетамыз дайын. Ортасына кетчуппен осылай балаларға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, дайындап көріңіздер.